қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп, бүгінгі біздің кезекті бейне сабағымызды, тарихымызды екі шегіне сыйдырған қазақтың қазынасы, қос ішекті, көп пернелі қазақтың қара домбырасына арналады. Қазақ халқының музыкалық мәдениетінің басты символы әрі ұлы аспабы домбыра екендігі сөзсіз. Қазақ мұңайса да қолына домбыра алған, қазақ шаттанса да қолына домбыра алған. Мұңын домбырамен зарлатып отырып жеткізген, шаттығын домбырамен төгіп отырып жеткізген. Домбыра атадан қалған мұра. Сол атам заманындағы талай соғыс пен зардаптың, қан мен тердің, қиындық пен қуаныштың куәгері. Ұлтымызбен жасасып келе жатқан төл аспабымыздың нақты шығу тарихы туралы ақпараттар жоқтың қасы. Ғалымдар 4 ғасырда Хорезм мен Жамбылда жүргізілген археологиялық зерттеулерде табылған тасқа қашалған қос аспаптың суретінен кейін домбыраны тас дәуірінде пайда болуы мүмкін деп болжайды. Ал ғалым Кемел Ақышев болса, біздің заманымыздан бұрынғы 4000 жыл бұрын салынған домбыраның суретін тапқан. Яғни, содан бергі уақытта есептеп қарағанда, домбыраның кем дегенде 6000 жылдық тарихы бар. Хорезм маңынан табылған балбал-тастағы суретте бала қолына бір аспап ұстап отыр. Оған әлемде ең ұқсасы қазақтың домбырасы. Осы балбал-тастың тарихы біздің заманымызға дейінгі 5000 жылдан басталады. Қазақ дегеннің аты да, иесі де жоқ кез. Демек, қазақтан бұрын домбыраның пайда болғандығын көрсетеді. Кейбір мәліметтерге сәйкес, домбыраның 4000 жылдық тарихы бар. 80 жылдардың соңында ғалымдар Алматы облысындағы Майтөбе шоқысында тастардан тапқан суреттерде би билеп жүрген адамдар мен домбыраға қатты ұқсайтын музыкалық аспап бейнеленген. Бұл бірегей олжаны 1986 жылы белгілі этнограф Жағда Бабалықұлы тапқан. Суретте әртүрлі қимылда билеп жүрген 5 адамның бейнесінен беріректе алдыңғы жақта аспап салынған. 2 құлағы бар, яғни 2 шекті, ұзын мойны шанағына дейін ұқсас. Басына үкі тағылған, ал домбыраға үкі тағу әдеті бізге баяғыдан жеткені баршаға мәлім. Белгілі археолог, тарих ғылымдарының докторы Кемел Ақышев бастаған бір топ ғалым тасқа қашалған бұл суретті зерттеп, кем дегенде неолит дәуірінде бейнеленген деп тапқан екен. Алтайдан Анадолыға дейінгі түркі халықтарында домбыра аспабы кең таралғандығын білеміз. Қазақтың қара домбырасының тарихы тым әріден басталғандығын айғақтайтын деректер жетерлік. Домбыраны талай ғалымдар зерттеп тер төкті, білгендерімен бөлісті. Мысалы, Әбу Насыр әл-Фарабидің еңбектерінде тамбур аспабы жайлы айтылады. Өзбектердің дутары алғаш рет Әл-Хусейнидің музыкалық канон деген трактатында кездеседі. 11 ғасырда Махмуд Қашқари ежелгі түріктердің бірнеше аспаптарын атап өтеді. Домбыра қазақтың 7 ұлттық қазынасының бірі десек те болады. 2007 жылы отандық ғалымдар мемлекет пен халықтың рухани дамуына, соның ішінде қалыптасуына ықпал еткен 7 ерекше мәдени құбылысты анықтаған. Оның қатарына Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Бәйтерек монументі, есікте табылған алтын адаммен қоса домбыра да кірген. Ал 2010 жылы домбыра Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. Болатбек Кәрімханұлы жасаған ең кішкентай домбыра Гиннес рекордтар кітабына енген. Оның ұзындығы 4 см, ал ені 1 см-ді құрайды. Бала кезінен ағаштан бұйым жасауды жанына серік еткен шебер алғашында рекордтар кітабына ену үшін ең алып домбыраны жасау керек деп шешеді. Бірақ оған қаржының жоқтығы кедергі болып, ең кішкентай домбыраға отырған. Сондай-ақ Болатбек әлеуметтік желіден іздеп қазақтың ең кішкентай домбырасы жасалмағандығын көреді. Шамамен 1 ай уақытта дүниеге келген бұйым ағаштан ойылып жасалған және құлақтары, шектері тіпті сырт қабы да бар. Келесі сіздердің назарларыңызда алтынмен апталып, гауһармен әрленген, құны 50 000 евроны құрайтын алтын домбыра. Бұл кәдесый жасайтын швейцариялық компанияның өнімі. Оған барлығы 24 каратты гауһар тасы бар таза алтын пайдаланылған. Ұзындығы 100 см, ені 25 см-ді құрайды. Домбыра күнделікті қолданылуға арналмаған. Оның әуен ойнап беретін арнайы механизмі бар. Онда үш қоңыр, желсізінде жарығай, аққу сынды әндері ойнатылады. Қай уақытта болмасын Сарыарқа жері өнерпаздарымен, данышпандармен әйгілі.
Солардың ішінде домбыраны жанына серік еткен сал серілеріміз де аз емес. Олардың қатарында шертпе шебері Тәттімбет Қазақапұлы, халық ақыны Мәди Бәпиұлы, Қали Байжанов, Шашубай Қошқарбайұлы сынды дара тұлғалар. Біздің музей қорында да арқаның атақты өнер иелерінің туыстары тапсырған домбыралар сақтаулы. Солардың бірі халық әртісі ақын Доскей Әлімбайұлының домбырасы. Домбыраны 1971 жылы ақынның туыстары тапсырған. Келесі домбыра Қазақстанның халық әртісі әнші актриса Джамила Шашкинаға тиесілі. Домбыраны әншінің 60 жас мерейтойына сыйға тартқан. Музей қорына 1994 жылы түскен. Келесі домбыра Қазақ СССР халық әртісі Қали Байжановтың домбырасы. Домбыраны 1971 жылы музей қорына туыстары тапсырған. Қазақтың киіз үйі қара домбырасы және айтыс өнері әлем елдерінің ең ежелгі домбырасы ретінде ЮНЕСКО тізіміне енгені белгілі. Табиғаттың үнін, тұлпардың дүбірін, адамның сырын шанағынан төгілген домбыра күні құтты болсын. Қазақтың қара домбырасы мәңгі жасасын.